Азамат отбасылы 2 баласы бар табысты кәсіпкер. Анар Мараттың жұмыстағы әріптесі, жас әрі тартымды қыз. Гүлдана Мараттың әйелі, адал, қамқор жан. Заманауи кеңсе. Азамат өз кабинетінде құжаттармен жұмыс істеп отыр. Есік қағылып, Анар кіреді. Ол жаңа қызметкер, білімді әрі өте тартымды. Олардың арасында жұмыс барысында алғашқы ұшқын пайда болады. Әзіл қалжың, ұзаққа созылған көзқарастар. Азаматтың өмірі қалыптағымен өтіп жатқан еді. Табысты жұмыс, сүйікті әйел, бақытты балалар, бәрі тамаша көрінетін. Алайда кенеттен пайда болған бір әріптес оның тыныш өміріне дүрбелең әкелетінін кім білген. Анар күлімсіреп, Азамат аға, бұл есепті қалай толтыруға болады дейді. Ал Азамат болса, Анарға жымиып қарап, келіңіз Анар, көмектесем, бұл оңай дейді. Жұмыстан кейін Азамат пен Анар жұмыс мәселесін талқылау сылтауымен кафеде отыр. Сөйлесе келе олардың арасындағы әңгіме жеке өмірге ауысады. Азамат әйелі Гүлдананың қызғаныштығын, ал Анар өзін жалғыз сезінетіндігін айтады. Бір-біріне деген түсіністік оянады. Анар, бізді ешкім түсінбейтіндей кейде дейді. Ал Азамат, иә, адамдардың өзіндік қиындықтары болады, сен өте түсінікті қыз екенсің дейді. Олар осы сәттен кейін жиі кездесе бастайды. Түскі үзілісте, жұмыстан кейін, демалыс күндері де сылтау тауып. Кездесулер жасырын түрде өтеді. Әйеліне жалған ақпарат беріп, кешігіп келеді. Оның мінез құлқы өзгере бастайды. Азамат пен Анардың арасында ыстық кештер де өтеді. Жасырын кездесулердің жемісі тәтті көрінгенмен, оның артында үлкен зардаптар жатты. Азаматтың жүрегінде 2 түрлі сезім арпалысып, санасын мазалай бастады. Ал Анар үшін бұл уақытша ғана бақыт еді. Азамат өз үйінде, ол әйелі мен балаларына қарап отыр. Оның жүзінде мұң, көзінде кінәнің белгісі. Гүлдана оның өзгергенін байқайды, бірақ себебін еш түсінбейді. Гүлдана, Азамат, не болды? Соңғы кезде сен мүлдем өзгердің, бізге көңіл бөліп жүрген жоқсың дейді. Сонда Азамат, жұмыс көп, Гүлдана, шаршап жүрмін, мен ерігіп жүрген жоқпын дейді. Азаматтың ұйқысы қашады. Ол Анармен кездескен сайын өзін кінәлі сезінеді, бірақ тоқтата алмайды. Анар да Азаматтың отбасылы екенін біліп, өзін ыңғайсыз сезінеді. Олардың арасындағы қарым-қатынас тек жасырындыққа негізделген. Екеуі де бақытты емес. Жасырын кездесулердің бағасы тым қымбатқа түсті. Азамат өзінің ар-ұжданымен күресіп, іштей тынышсыздыққа ұшырады. Оның отбасынан алшақтауы, балаларына көңіл бөлмеуі, бұл құпияның алғашқы зардаптары еді. Гүлдана Азаматтың телефонындағы Анардан келген хабарламаларды көріп қалады. Жүрегі тоқтап қала жаздайды. Ол Азаматқа тікелей сұрақ қояды. Даусы дірілдеп, көзінде жас. Азамат, бұл не? Бұл кім? Сен мені алдап жүрсің ба? Азамат, Гүлдана, жоқ, бұл жұмысқа қатысты дейді. Үйде үлкен жанжал басталады. Гүлдананың көз жасы толастамайды. Балалар ата-анасының жанжалын естіп, қорқып, бөлмесіне кіріп кетеді. Азамат өзінің іс-әрекетінің зардабын көзбен көреді. Ол
Анарға телефон соғып, онымен қарым-қатынасты үзеді. Шындық қанша жасырынғанымен, ерте ме кеш пе әшкере болады. Бұл шындық Азаматтың отбасына үлкен соққы болды. Сенімнің жойылуы, жүректегі жара, бұл жасырын кездесулердің ең ауыр зардабы еді. Біраз уақыттан кейін Азамат әйелінен кешірім сұрап, отбасын сақтап қалу үшін бар күшін салып жатады. Ол жұмыстан демалыс алып, әйелі мен балаларына көңіл бөледі. Психологқа барады. Гүлдананың оған деген сенімі оңайлықпен қалпына келмейді. Гүлдана Азаматқа: "Мен саған қалай сенем? Жүрегімді бір рет жараладың. Бір жаралаған адамға сенімді қайта беру өте қиын" дейді. Сол кезде Азамат: "Мен бәрін түзетем Гүлдана. Өмірімнің соңына дейін саған адал болам. Маған тағы мүмкіндік берші өтінем" дейді. Анар да өз өмірін қайта қарастырады. Олар жасырын қарым-қатынастың ешқашан бақыт әкелмейтінін түсінді. Анар жұмысынан шығып, басқа қалаға көшеді. Жасырын кездесулердің зардабы тек бір адам ғана емес, бүкіл отбасына, оның айналасындағы адамдарға да әсер етеді. Сенімнің жойылуы, психологиялық жарақаттар, отбасының бұзылу қаупі – бұл өмірлік сабақ. Азамат бұл қателіктен сабақ алып, өмірін жаңадан бастауға тырысты. Бір жыл өткен соң, Азамат пен Гүлдана балалармен бірге саябақта серуендеп жүр. Гүлдананың жүзіндегі күлкі қайта оралған. Олар бір-бірінің қолынан ұстасып, бақытты көрінеді. Сенім толық қалпына келмесе де, олардың арасындағы қарым-қатынас нығая түскен. Азамат Гүлданаға қарап: "Сенің күлкіңді көргенде өзімді ең бақытты адам сезінем. Мен бұл қателігімді ешқашан ұмытпаймын және қайталамаймын" дейді. Гүлдана жымиып: "Өмірде қателіксіз адам болмайды тағысы. Бастысы оны түсініп, қайталанбауына кепілдік беру" дейді. Жасырын кездесулердің зардабы ауыр болғанымен, Азамат қателігін түсініп, отбасы үшін күресті. Махаббат пен кешірім олардың отбасын сақтап қалуға көмектесті. Бұл оқиға өмірдегі әрбір қадамның жауапкершілігін, шындықтың маңыздылығын және отбасы құндылықтарының басымдығын еске салады. Таңғы ас үстелінде Азамат, Гүлдана және олардың балалары отыр. Үй жылы, жайлы атмосфераға толы. Азаматтың бұрынғы қателігі ұмытылып, отбасында тыныштық пен келісім орнағандай. Гүлдана жүзінде бақыт пен сенім жарқырайды. Гүлдананың жүзінде. Бірнеше жыл өткен соң, Азамат пен Гүлдананың отбасында тыныштық орнады. Өткеннің қателіктері сабақ болып, махаббат пен кешірім жеңді. Олар бір-біріне одан да жақын болып, сенімдері мықтыланды. Алайда өмірдің тосын сыйлары әлі алда еді. Азамат балаларына қарап күлімсіреп: "Бүгін саябаққа барамыз ба?" дейді. Гүлдана: "Әрине, папалары баласын саябаққа барады" дейді. Азамат жұмыс сапарымен басқа қалаға барады. Әуежайда ол кездейсоқ Аман есімді бұрынғы досын кездестіреді. Аман Азаматтың жастық шағындағы ең жақын достарының бірі болған. Бірақ кейін екеуінің жолы бөлінген еді. Аман өзінің отбасылық өмірі сәтсіз болғанын, әйелімен ажырасып, қазір жалғыз тұратынын айтады. Аман Азаматпен амандасып, таңырқап: "Азамат, сен бе? Қанша уақыт болды кездеспегенімізге" дейді. Азамат күлімсіреп: "Аман, мен де сені көргеніме қуаныштымын, қалың қалай" деп. Жастық шақтың досымен күтпеген кездесу Азаматтың өміріне жаңа таныс әкелгендей болды. Аманның жасырын жанындағы мұң, оның өмірге деген өкпесі Азаны бей-жай қалдырмады. Ол досына көмектескісі келді.
Азамат жұмыс сапарынан оралған соң Аманмен жиі хабарласа бастайды. Олар телефон арқылы, кейде кездесіп те, кейде құр телефон арқылы да сырласады. Аман Азаматқа өз мәселелерін айтып кеңес сұрайды. Азамат досына қолдау көрсетуге тырысады. Гүлдана бұл қарым-қатынасты бастапқыда түсіністікпен қабылдайды. Аман Азаматқа сен ғана мені түсінесің, Азамат. Өмірде адал дос табу қиын екен дейді. Сонда Азамат, мен сені тастамаймын, Аман. Қиындықты бірге жеңеміз, сен менің досымсың дейді. Дегенмен Аманның хабарласуы жиілеп, кейде Азаматтың отбасына бөлетін уақытын ала бастайды. Аман Азаматқа өзінің жалғыздығын, оған қатты мұқтаж екенін жиі айтады. Азаматтың телефонда әңгімелері ұзарып, кейде Гүлданадан жасырын сөйлесетіндей болады. Гүлдана Азаматтың мінез құлқындағы өзгерістерді қайта байқайды. Өмірдегі ең жақын досына қолдау көрсетуге ұмтылған Азамат өзі де байқамастан тағы да бір құпия қарым-қатынастың шырмауына түсіп бара жатты. Гүлдана жүрегінде бұрынғы қорқыныш қайта оралып, сенімсіздік туғызғанын байқайды. Гүлдана Азаматты Аманмен жиі және ұзақ сөйлесетінін байқап, оған сұрақ қояды. Азамат, не болды? Сен мінезің қайтадан өзгеріп баратыр. Аманмен не сонша сырласасың? Әйелің бұл сенің? Мен білмейтін тағы бір құпияң бар ма дейді. Азамат ұялып, жоқ Гүлдана, бұл менің жай ғана досым. Досым екеуміздің арамыздағы әңгімеге араласпа, мен оған көмектесіп жатырмын дейді. Гүлдананың көңіліне күдік ұялайды. Ол Азаматқа қатты ренжиді. Себебі бұрынғы қателігінен кейін Азаматтың адал болуға уәде бергені есінде. Отбасында қайтадан жанжал басталады. Азамат Аманмен қарым-қатынастың шектен шығып кеткенін түсінеді. Өткеннің қателігі қайталанбайды деп ойлаған Азамат өзі де байқамастан отбасылық бақытына қайта қауіп төндірді. Шындықты жасыруға деген ұмтылыс жай ғана достық қарым-қатынастың өзінде де сенімсіздік тудырып, отбасылық ошақтың тыныштығын бұзды. Бұл сынақ Азамат үшін өткен қателіктерден сабақ алатындығын дәлелдейтін мүмкіндік болды. Бірнеше жыл өткен соң Азамат пен Гүлдана отбасында тыныштық орнады. Өткеннің қателіктері сабағы болып, махаббат пен кешірім жеңді. Сөйтіп екеуі бақытты отбасы болды. Азамат бұрынғы өзінің қателіктерін мойындап, қайтадан содан кейін ешқашан қайталаған жоқ деп Гүлдана өз өмірінің әңгімесін осылай қысқаша қайырды. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы тек қана өмірде болған шынайы оқиғаларды ғана жариялаймыз. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, подписка жасап кетіңіздер.